көрші болыпты. Түлкінің мұздан ей болыпты, қоянның ағаштан ей болыпты. Bir күні түлкі қоянға жүрді. Қоянжан, қайдасың? Қоянжан деймін. Түлкі, сәл ербілді қайдан жүрсің? Қоянжан, мен саған мұздан ән деп, сән деп жасаған үйшігімді көрсетейін деген едім. Жүр, менімен бірге қарай. Қарашы, менің үйшігім мұздан жасалған. Ән деп, сән деп, сондай әсем, сондай көркем. Ал сенің үйшігің немене? Мұздан жасалған, ағаштан жасалған ба? Ой, сұлсыздай өзінің. Ей, түлкі, сен мені ренжіді деп ойламайсың ба? Болды, мен саған ренжідім. Ой, кетші бар. Туй, мен өзім әдемі үйшігіме барайын. Сөйтіп түлкі қоянның қатты реніштеді. Bir күні көктем келіп, күн шығып, түлкінің мұздан жасаған үйге кірді. Түлкі ішіп қалады. Ой, менің үйшігім қайда? Менің үйшігім бірден еріп кеткені ме? Ол қалай? Бірақ несі бар? Мен әрдайым аңқау қоян көршісі емеспін бе? Қоян. Түлкі, тағы да сен бе? Тағы да мені ренжітуге келдің бе? Жоқ, Қоянжан, бұл не дегені? Қоянжан, менің мұздан ән деп, сән деп жасаған үйшігім еріп кетті. Өтінемін, көктемгі жаңбырға шыдай емеспін. Мені үйге кіргізші. Жоқ, кіргізбеймін. Сен мені ренжіттің. Соны әуел бастан ойлауым керек. Қоян біздің ақылды, қоян біздің сүйкімді, қоян біздің ақкөңіл емес пе? Жарайды, кіргізейін. Бірақ мені ренжітуші болма, жарай ма? Жарайды, әрине қоян, ендеше келісейік. Сөйтіп түлкі қоянның үйіне кіріп, қоянның өз үйіне қуып шығады.